Сәлем достар, қалдарың қалай? Таңертең бала-шаған кашаларын беріп, чайларын беріп, дастарханды жинап, ыдыстарды осылай жуып тастадым. Ыдыстарын бәрін жуып, жинап қойғаннан кейін бала-шағаны бір комнатаға тығып тастап, мына жерді ашып, дайындап жатырмын. Не істейін деп жатыр деп ойласаңыздар, мына жерді ашып, күйесін тазалауға кірістім. Осылай деген масқара күйе деген толып қалыпты ішіне. Осылай төгіліп жерге, оны қолмен жинап алдым да қайтадан тазалай бастадым. Күйем осындай шыбыға кеп беріпті. Оны ары бері шұқылап, ішіне кіргізіп, бір шелек, үлкен шелек толып кетті, оны барып төгіп, тағы да тазалай бастадым. Осының ішінде екі тесігі бар, екі оборот. Сол екеуінде осылай кезек-кезек жаңағы осылай шұқып тазалап аламыз. Бала-шаға есікті ашып кіріп алды, оларды ұрсып қуып жібердім. Күйе жұқтырса, бар жақты кір-кір қылады. Слабонервным не смотреть. Қолым бар осындай күйе болды. Одан кейін пештің ішінде де арт жағын анандай бір темірлері бар, трубалары. Оларды қырып тазаладым. От жағатын кісілер түсінеді негізінде. Ауылды жерде осындай жағдай бізде. Одан кейін барлығын тазалап болғаннан кейін артын жаңағы жауып, пылесостап, полын сүртіп шықтым. Полын сүртіп болғаннан кейін ұлым айтты, мына біреу жерде паластарды жайда пылесостап ал деді. Ол байық сол жерді пылесостап жатыр, мен мына жерді жинастырып, жаңа күйе болған жердің барлығын сүртіп, пештің үстін сүртіп, тазалап алдым. Пешті бетіп, ішінде күлін сүргенде, күл деген ұшады бетіп сыртқа қарай. Тез осы жер қара күйе болып, күл болып кетеді. Осылай айына бір рет тазалап тұрамыз. Соңғы тазалағаным декабрьдің 14-інде тазалаған екенмін. Кәдімгіде 1,5 ай өтіп кетіпті. Өтіп жатқан уақыттай. Осылай тез жаңағы немді күлді төгіп, от жағып қойдым. Осылай қағаздарын сабырап салып, олыма мына шелекті алып кетіп далаға шығара сал дедім. Одан кейін пештің үстінде тұрғаннан кейін чайниктерде тез кір болып кетеді, күл басып, шаң басып қалады. Осылай қырып, жаңағы астын көмітпен жуып тазалап алдым. Бір кептіріп қойдым да, мына бір жерді қайтадан орнына қойып қойдым. Орындықтарды орындарына қойып, арасында магазинге де барып келдім. Осылай бір күнім өтті. Сау болыңыздар.